Сәлем достар, Алтын Алма каналына қош келдіңіздер. Біз бүгін осындай дәмді пицца жасайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, лайк басып, біздің каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен жылы суда дрожжыларымызды жібітіп, үстіне қант қосамыз. Бөлек ыдысқа 200 грамм ұнымызды еліктен өткіземіз. Ұнымыздың үстіне 1 шай қасық тұз салып, барлығын мұқият араластырамыз. Енді ұнымыздың үстіне жұмыс істей бастаған дрожжыларды құямыз. Енді осы массамызды басында қасықпен, содан кейін қолмен араластырып, қамырымызды иілейміз. Бізде осындай қолға жабыспайтын қамыр шығу керек. Енді оның үстіне 1 ас қасық сұйық майды қосып араластырамыз. Майымызды қосып болғаннан кейін бізде осындай қамыр шығады. Енді оның бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Біз пиццамыздың салмасына қызанақ, колбаса және сырды қолдандық. Сіздер кез келген ингредиенттерді пиццаңызға қоссаңыз болады. Салмасымен бірге пиццамыздың соусын дайындаймыз. Біз томат пастасы мен майонезді араластырып, үстіне приправаларды қостық. Біраз уақыттан кейін біздің қамырымыз осылай ұлғайды. Енді оны кішкене илеп алып, жаямыз. Қамырымызды қалың қылып жаймағандарыңыз жөн. Қамырымызды пергамент жайылған противеньге саламыз. Соусымызды жағамыз және барлық салмаларды салып шығамыз. Енді пиццамызды 180 градуста қызып тұрған пешке 15-20 минутқа салып пісіреміз. Біздің пиццамыз дайын болды. Пиццамыз керемет дәмді және қолжетімді болып шықты. Алтын Алма каналына тіркеліп, видеоға лайк басыңыздар. Назарларыңызға рахмет.